Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қыс мезгіліне сақтайтын огонек дайындаймыз. Кобра деп те атайды. Ең бастысы өте дәмді. Баклажкаға немесе банкілерге де сақтауға болады. Ал ендеше кеттік. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қызанақ, қызыл тәтті бұрыш, сарымсақ және ащы бұрыш қажет болады. Қызанақтарымызды алдын ала жуып тазалап, кесіп дайындап қоямыз. Барлығын ет тартқыштан тартатын боламыз. Бұны жасауға көп уақыттарыңыз кетпейді. Аз уақыт ішінде қысқа сақтайтын огонек жасап алсаңыздар болады. Қызыл болгар бұрышында ет тартқыштан өткізуге ыңғайлап турап қоямыз. Ащы бұрышты да өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Аз немесе көп қылып алсаңыздар болады. Барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Барлығын үлкен ыдысқа салып араластырып, үстіне 2 ас қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Бізге аспирин қажет болады. Мен 3 кило қызанаққа 6 аспирин қостым. Оны сарымсақ езгішпен езіп салдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кешкісін жасадым. Қақпағын жауып бір түнге қалдырдым. Өзі ашып қайтадан түсетін болады. Міне огонек дайын, өте дәмді болды. Жасаңыздар, өкінбейсіздер. Ас болсын достар.